бірнеше әрекеттен тұратын, бірақ бір ішкі мәні бойынша бір ғана қылмыстық құқық бұзушылықты құрайтын әрекеттерді бұны күрделі жалғыз қылмыстық құқық бұзушылықтар дейміз. Оның бірнеше формасы бар. Былай сырттай қарағанда көп қылмыс жасап жатқан сияқты адам, бірақ негізі бір қылмыс жасап тұр. Ол біріншісі жалғаспалы қылмыстық құқық бұзушылықтар. Адамның әрекеті бірнеше әрекеттен тұрады, бірақ ішкі мәні бойынша бір қылмысты құрайды. Бірінші, екінші, үшінші, төртінші, бесінші, нінші. Айталық, миллион теңгелік смарт TV құрайтын заводта істейді. Ол өзі мастер, сондықтан күніне бір лампочкеден ұрлайды. Зато ол 2 айда миллион теңгенің затын құрап шығады. Егер де оны ұстап алсаң, бар болғаны бір лампочкамен ұстап алды. А бір лампочка всего лишь әкімшілік құқық бұзушылық. Дәл сол сияқты кеше бір лампочка ұрлаған. Оныкі миллион теңгелік телевизорды ұрлауға оқталу. Жинап жатыр ғой үйінде. Айтады, тұра тұрайық, бір айым қалды, бір айдан кейін мен нормально бір телевизордың құрап шығам дейді.